Баршаңызға сәлем. Танктер қазіргі заманғы әскердегі ең маңызды қару түрлерінің бірі болды және болып қала береді. Қару-жарақтың даму тенденциясының негізінен олар белгілеген. Әрине, танктер әскердегі ең қымбат қарудың түрі емес, бірақ оларды өндіру мен ұстауға ресурстар жеткілікті мөлшерде жұмсалады. Танктерді ондаған, тіпті жүздеген мөлшерде сатып алу керек екенін ескерсек, олармен бөлімшелерді қамтамасыз ету құны өте жоғары. Бұл танкпен 2001 жылдан бастап Қытайдың халықтық азаттық әскерінің қарулануына қабылданған. Көптеген қытайлық технологиялар сияқты, кеңестік және батыстық технологиялардың көшірмесінің симбиозы. Қытай халық азаттық әскерінің негізгі танкісі барлық бауырластар арасында өндірістегі ең арзан деп санауға болады. 3 адамнан тұратын экипажға арналған. Бұл танк 125 мм зеңбірекпен жабдықталған және салмағы 54 тонна болады. Ресейлік Т-90 танкісінің бірнеше модификациялары бар. Мысалы, салыстырмалы түрде арзан Т-90С Үндістанға экспортталады, ал бағасы жағынан егесеге қымбат Т-90АМ Ресей әскері үшін қолданылады. Соңғысы 1130 аттың күшіне ие қуатты қозғалтқышқа, сонымен қатар ең заманауи атысты басқару жүйесі, жаңартылған қару және жетілдірілген басқару жүйелеріне ие болды. Бір ғажабы, израильдік танк сіз ойлағандай қымбат емес. Таяу шығыс елінің 60 тонналық көлігі бүгінде экипажды қорғаудың ең жақсы жүйелерімен танымал. Танк 120 мм тегіс ұңғылы зеңбірекпен қаруланған. Оның ішінен жартылай белсенді лазерлік басқару жүйесімен басқарылатын лахат зымырандарын атуға болады. Экипаж тек құрышпен және қозғалтқыштың алдыңғы орналасуымен ғана емес, сонымен қатар трофей белсенді қорғаныс жүйесімен қорғалған. Арджун танкісі Үндістанның әскери өнеркәсібінің мақтанышы және соңғы 37 жылдағы машина жасаудың жемісі. Көлік кеңестік және америкалық техникалық шешімдерді динамикалық түрде біріктіреді. Түрлі бағалаулар бойынша танктың салмағы 55-тен 60 тоннаға дейін, ал Германияда жасалған дизельді қозғалтқыштың қуаты 1400 аттың күшіне ие. Танк Израильде шығарылған лахат басқарылатын зымырандарын атуға қабілетті 120 мм зеңбірекпен жабдықталған. Мың 1979 жылдан бері шығарылып келе жатқан және осы уақыт аралығында бірқатар жаңартылулардан өткен осы тізімдегі ең көне танк. Бүгінгі күні негізгі ұрыс танкі 2А6 индексі бойынша модификация болып саналады. Танк жаңартылған 120 мм Л-55 тегіс зеңбірекпен қаруланған. Ол 1500 ат күші бар дизельді қозғалтқышпен жабдықталған. Бұл 63 тонналық көлікті керемет қозғалтқыштықпен қамтамасыз етеді және жылдамдығы сағатына 72 км жетеді.
Leopard 2A6 бүгінде әлемдегі ең жақсы танк болып саналады. Ал шетелдік тендерде көліктің көптеген жеңістері осы мәлімдемені қолдайды. Бұл танк Германия, Канада, Финляндия, Греция және Португалия әскерлерінде бар. Бүгінгі күні Абрамс ең танымал танктердің бірі деуге болады. Өйткені ол 10 жылдан астам уақыт бойы үнемі жетілдіріліп, дамып келеді. Оның алдыңғы беттегі броны сарқылған уранды кіріктірумен нығайтылған. Көлік салмағы 70 тоннаға дейін жетеді. Бірақ 1500 ат күші бар газ турбиналы қозғалтқышының арқасында танк өте мобильді және жылдамдығын сағатына 72 километрге жеткізеді. Бұл танк әлемдегі ең сенімді және қорғалған деп саналады. Challenger 2 өзін Босния, Косово және Иракта дәлелдеді. Фронталды проекцияда танкыны Dodger деп аталатын қуатты сауыт қорғайды. Сарапшылардың пікірінше, ол бронды болаттан 2 есе күшті. Challenger 2 120 мм L30A1 зеңбірегімен қаруланған. Оңтүстік Кореяда автокөліктер мен түрлі гаджеттер ғана жасалмайды. Олар әскерлеріне арналған негізгі танктерді жинайды. Оны жасаушылар әлемдегі ең озық танк ретінде есептейді. Рас, оңтүстік кореялық танктың мүмкіндіктерін бұрын соңды ұрыста болмағандықтан тек өндіруші ұсынған сипаттамалары бойынша бағалауға болады. Бұл танк немістің 120 мм тегіс ұңғылы зеңбірегімен және 1500 ат күші бар дизельмен жабдықталған. Жапондықтарда тек гаджеттер ғана қымбат емес, күншығыс елінде тіпті танктер де қымбат. Ең озық технологияларды сіңірген ең жаңа жапондық танк 2012 жылдан бастап шығарылады. Танк 44 калибрлі оқпаны бар, 120 мм тегіс ұңғылы неміс зеңбірегімен қаруланған. Конвейер типіндегі автоматты тиегіш оқ-дәріні жеткізуге жауап береді. Танктың қорғанысы модульдік типте құрастырылған және бүлінген немесе ескірген элементтерді жаңасына ауыстыруды қарастырады. Сонымен қатар, корпустың бүйір етектеріне қосымша топсалы модульдерді орнатуға болады. Сонымен бірге, танктың салмағы әртүрлі мәліметтер бойынша 44-48 тоннаға жетеді. Леклерк қазіргі уақытта әлемдегі ең қымбат танк болып табылады. Франция үкіметінің ішіндегі сыншылар әр көлік үшін қазынадан $23 миллион кетеді дейді. Бұл танкыны шығарумен айналысатын компаниялар $12,6 миллион деген санды айтады. Танктың корпусы мен мұнарасының маңдай және бүйір қорғаны көп қабатты және модульдік негізде салынған. Керамикалық элементтері бар брондардың бөлек блоктарын далада да оңай ауыстыруға болады. Леклерк танкідегі ақпаратты басқару жүйесінің көптеген элементтерін басқаратын және достық бірліктерді тани алатын ең заманауи электроникамен жабдықталған. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.